сіз ер азамат болғандықтан Қайрат Рысқұлбеков айтқан еркек тоқты құрбандық деген сөзден бас тарту керек. Еркек тоқты емес, еркек құрбандық емес. Еркек адам, оның өмір сүруге құқығы бар. Ол отбасын асырай алмаса, жалақысы аз болса, неге ол өзін қинап, үш жұмыста жасап, дизе ішіп, таксиде жүріп, денсаулығын 45 жасында инсульттан қайтыс болу керек. Яғни патриархат еркек азаматтарға осындай қысым береді. Бала кезден бастап. Сен еркексің, шешім қабылдаушы сен, ақылды сен, рационал сен, ашуланбайтын сен, эмоцияны көрсетпейтін сен, әйелі мен балаңа сен жауаптысың. Мына өмірде де, ана өмірде де. Қартайған әке-шешеңе де Меккеге жіберетін кім? Сенсің. Яғни меніңше дәл қазір қазақстандық ер азаматтарға жасалатын төніп тұрған дүние ол экономикалық қысым және осындай қоғамдық стереотиптер деп айтамын. Ол әлемде де бар. Өйткені біз токсик маскулиндіктің бір патриархалды жүйеге жауап ретінде көреміз. Яғни армиядағы әлімжеттіктің көбейіп кетуі Қазақстанда ғана бар дүние емес. Ол жалпы ер азаматтардың жабық ортасындағы зорлық-зомбылық ол бұрыннан болған. Әлімжеттік бұрыннан болған армияда, және ол норма саналып келді. Біз бірақ та оны айта бастадық. Оған төзбейтін балалар пайда болды, миллениал ұрпақтар, зумерлер айтты, мен армияға бармаймын, мен өлгім келмейді деп ашық айтты. Бірақ та олардың әкелері армияға баруына тура келді. Олар армиядағы зорлықты айтса, ол еркек емес саналатын еді. Яғни осындай қоғамдық қабылдау өзгеріп келе жатқан кезде біз ер азаматтарға қолдау керек деп ойлаймын.